Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмір 110 мектеп гимназиясының 8-ші сыныбының оқушысы Исаналиева Саида. Мен Қазақстан азаматымын. Жұмыстың мақсаты өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқының рухани-мәдени құндылықтары мен дәстүрлеріне баулу, қазақ тілін, тілдердің ұштығылығын дамыту. Тақырыптың өзектілігі Қазақстанда тұратын барлық этностардың мәдениетіне, дәстүрлеріне, отбасылық құндылықтарына толерантты және құрметпен қарау. Қойылған мақсатқа жету әдістері отбасындағы құндылықтармен бөлісу, қазақтың қолөнерін және ұлттық тағамын дайындау. Қазақ халқы әрбір салты мен дәстүрінің тәрбиелік мәні тереңде, ұрпаққа адамгершілікті дәріптеу, ақыл мен білімге шақыру, үлкенді сыйлау сияқты насихатымен құнды. Нәресте болып өмірге келгеннен бастап қарттық шағына дейінгі орын алатын салт жоралары жеткілікті. Бата қазақтың ертеден келе жатқан салт дәстүрлерінің бірі. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіне даңғыл жол ашып, бәле жоладан қорғайды. Үйде батаны барлығымыз отбасымызбен бірге дастарханға жиналғанда әкем өз батасын береді. Қазақта мақал бар ғой, бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деген. Тәрбиелік мәні жоғары халқымыздың асыл қазынасының бірі бата. Домбыра бұл киелі аспап. Қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бірдей қолданып келеді. Ол домбыраның сыңғырлаған үнімен халқымыздың салт дәстүрін, тарихын және де мызғымас құндылықтарын жеткізген. Ал домбырада ойнау өнері ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жалғасып келеді. Ұлы ақын Қадыр Мырза айтқандай, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ ол домбыра деген асыл сөзі бар. Құрт бұл қазақ халқымыздың ұлттық тағамы. Бірнеше жылға дейін бойындағы құнары сатылатын бұл тағамның жасалу әдісі қандай? Мен сіздерге анам екеуміз дайындаған төл өнімінің жасалуы туралы бөліскім келеді. Киіз басу. Бұл менің ең сүйікті хоббиім. Киіз басу заманнан келе жатқан халқымыздың ерекше қолөнер түрі. Он саусағынан өнер тамған әжелеріміздің қолынан туған бұл дүние, шеберліктің биік, көздің жауын алатын қызыл-жасылды ойлар әлемді паш ете түсетіндей. Сондықтан да көшпелі қазақтың күмбезді ордасының көркі болған киіз қашанда өз маңыздылығын жоймаған. Қыздарды жас кезінен бастап киізге үйреткендіктен олардың өскен кезде киіз басу шеберлігі аса жоғары болған. Қазақ қолөнерінде пайдаланылатын негізгі шикізат түрі ол жүн. Жүннің пайдалы да сонымен қатар зиянды жақтары бар. Жүннен жасалған бұйым әрине жылы, төзімді келеді. Ал зиянды жақтан қарағанда шаң, ауа өткізгіштігі төмен. Бірақ қазақ халқымыздың киіз басу өнері ешқашан жойылмаған. Мен сіздерге жаңа технология арқылы киіз басу түрімен таныстырайын. Бұл менің ең алғашқы жұмысым. Бұл жұмысты мен әдейі аналарға арнап жасадым. Бұл жерде өзіңіздер көріп тұрғаныңыздардай жайлау, күн, аспан және де киіз үй бейнеленіп тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл деген менің аналарға деген шексіз махаббатым және мейірімім. Бұл киіз үйді жасалу жоспары қандай? Ең біріншіден мен эскиз алып, өзіме ұнайтын бір тақырыпқа лайықты жүндерді алып басып бастадым. Сосын менде осындай нәтиже шықты. Толған ел тарихын таспен жазады, тозған ел тарихын жаспен жазады. Таңбалы тас орта ғасырдың тарихи ескерткіші болып саналады. Бұл Түркістандағы қасиетті қазан. Жалпы салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр. Бұның ерекшелігі неде? Бұл қазанға әрбір бейсенбі күндері су құйылады. Қорыта келе айтарым, қазақ халқының атадан балаға мұра болып қалған өнері мен қолөнерін
салт дәстүрін тәрбиесін өз отбасында қолдану және үлгі тұту.